Аргентина арғындардың жері. Бразилия біраз ел. Кемпір қосақ ол кемпірдің қосағы. Осы сияқты әңгімелерді талай естіген шығарсыз. Бұл видеода осы және басқа да сөздердің этимологиясын түсіндіреміз. Этимология – сөздердің шығу тегін зерттейтін ғылым. Этимологиямен айналысатын ғалымдар белгілі бір тілдің тарихын ғана емес, онымен туыстас және оған әсер еткен тілдердің де тарихын білуі керек. Негізі оңай нәрсе емес, бірақ кейбір адамдарға бұл оңай көрінеді. Бір сөз басқа сөзге ұқсап тұрса болды, бұл екі сөз бір-бірімен байланысты деп ойлайды. Экватор? Бұл екі батыр ғой. Мұндай түсіндірмелер қарапайым әрі түсінікті көрінгенімен, ғалымдар бұған келіспейді. Бұндай сөздер халық арасынан шыққандықтан, оны халық этимологиясы деп атайды. Жалған этимология неліктен кең таралады? Біріншіден, адамдар әрқашан белгілі бір сөзді өзіне таныс басқа сөзге ұқсатады. Екіншіден, бұл сөздер мағынасы бойынша да кездейсоқ сәйкесіп қалу мүмкін. Осы себепті оларды түсіндіру, жаттап алу оңай. Нәтижесінде мұндай оңай, бірақ қате түсіндірме ауыздан ауызға, чаттан чатқа таралып кетеді. Аргентина және арғын елі. Аргентина сөзінің бастапқы бөлігі арғын сөзіне ұқсас болғандықтан, халық оны арғын елі деп кеткен. Алайда бұл итальян тілінде күмістен жасалған деген мағына береді. Бразилияда біраз ел тұра ма? Бразилия біраз ел дегенге ұқсап тұрғанымен, елдің атауы ескі французшадағы «брез», яғни көмір деген сөзден шыққан. Кең таралған фолк этимологиясы бар сөздердің шын этимологиясы мынандай. Енді қазақша сөздердің жалған этимологиясын қарастырайық. Кемпір қосақ, кемпірдің қосағы ма? 505 сөз кітабындағы мәліметке сүйенсек, кемпір қосақ сөзі қазақ тіліне араб, парсы тілдерінен бейімделген. Сөздікқор.kz сайтында оның арабша атауы да берілген. Қауыс кузах. Бұны сөзбе-сөз аудартсақ, әшекелі доға деген мағына береді. Сөздің кузах деген бөлігі қазақша қосақ сөзіне ұқсағандықтан солай бейімделіп кеткен. Ал кемпір деген сөз парсы тіліндегі күмбез мағынасын беретін кемер сөзінен бейімделген болуы мүмкін. Ақыры қазақшаға келгенде екеуі қосылып, кемпір қосақ болып бейімделіп кірген. Рақмет және рақым ету. Рахмет сөзі арабшадан келгенін бәріміз білеміз, бірақ бұл сөздің құрамында ету деген қазақша етістік бар ма? Яғни рақым ету дегеннен қысқарған ба? Сөздікқор.kz сайтына жүгінейік. Онда рахмет сөзі арабша рахмат дегеннен шыққаны көрсетілген. Яғни бұл сөз қазақшаға бейімделген кезде рахмет деген формаға ауысқан болып тұр. Қазақ тілінде осы тәрізді бейімделген сөздер көп. Олардың құрамында да ету етістігі жоқ. Орамал және орау. Орамал сөзін орау сөзінен шықты деп сонымен байланыстыруымыз мүмкін. Бірақ бұл парсыша румал сөзінің қазақшаға бейімделген түрі. Ал румал сөзі бет сүртетін нәрсе деген мағына береді. Қазақ тілінің толыққанды этимология сөздігі әзірге жоқ, бірақ этимологиялық талдау жасайтын бірнеше кітап бар. Бұл кітаптарды қазбалап отырған көп уақыт алады десеңіз, ондағы ақпараттың бәрін сөздікқор.kz сайтынан табуға болады. Қажет сөзді сайтқа енгізсеңіз, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар.